14-14-тен хабарлама келді деп, ары қарай сенбеңіздер. Көп жағдайда 90% алаяқтықта банкілер кінәлі. Банктің ішінде отырып қылмыскерлер. Мен бірден айтайын, мен енді барлығымен айналысып отырмын ғой. Банкілердің ішінде отыр. Және банкін адамдары қолдан құжат жасайды. Мысалы, бұл жерде 14-14 қана емес қой. Банкқа кредит беру үшін сізбен келісім шарт жасау керек. Кім қол қойды оның ар жағында? Банктің ішінде тұр ол қағаз. Банкін адамы қол қояды өтіріктен. Банкін адамы биометрия өткізу керек. Анау адам өткізе алмайды ғой, банкқа қол қою керек ма? Биометрия мен өткіздім деген. Банкін бір қызметкер сіздің орныңызға жалған папкаңызға жалған құжат салады. Сырттағы алаяқ жасай алмайды. Жалпы алаяқтықты жасайтын банктің ішінде қызметкерлер. Сырттан жасау, сырттан банкке езіп әкелген адамдар, олар сол банктің ішіндегі қылмыскерлердің сыбайластары ғой. Мысалы, көшедегі мен көп жерде байқаймын, мынандай айтады, бізді анау бір алаяқ алып келді, сол бізді алдады, бәріміз ертіп жүріп банкке алып келді. Ондай емес. Ол алаяқ емес. Ол да алаяқ қой, бірақ алаяқтың ең мықтысы банктің ішінде отырады. Анаған айтады, сен маған алып кел адамды, саған 5% беремін дейді. Қалған 95% сол банктің ішіне қалып қойылады.